Баршаңызға сәлем, сіздермен Алтынай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен үй жағдайында қамыры жұмсақ болып шығатын повидло қосылған булочканы дайындайтын боламыз. Алдағы уақытта рецепттерімді жібермес үшін подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Кеттік. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет. Одан соң қант саламыз. Тұз салып, ашытқы салып, сұйық майымызды қосып, араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Кішкене сары майымызды қосып, тағы да бір рет осылай илеп шығамыз. Осындай жұмсақ болу қажет. Бетін 30 минутқа жылы жерге жауып қоямыз. Мінекей осылай көтерілді. Одан кейін үстелімізге май сеуіп, қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қамырымызды домалақтаймыз. Одан кейін жайып, бетіне сұйықтау повидлоны жағамыз. Осылайынан кесіп, бір шетінен видеодағыдай бүктеп шығамыз. Бүктелген соң осылай ораймыз, жан-жағын біріктіріп, астына салып жібереміз. Мінекей осындай булочка шығады. Одан кейін келесін дәл осы видеодағыдай жасап шығасыздар. Дайын болған булочкалардың бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Бетіне мак пен күнжітті себеміз. Қызып тұрған 200 градус пеште 30 минут пісіреміз. Булочкамыз одан әрі жұмсақ болу үшін бетіне сары майды жағып шығамыз.
Мінекей булочкалар жұмсақ болып шықты. Видеоларым сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен Алтынай.